Әзира, Ау, шетінен кіріп жатыр, кішкене тос қазір. 20 Жарайды. шақты болып қалды. Мгм. Бастай бер содан кейін. жарайды. Микрофоныңызды өшіріп қойсаңыз, өшеді. Аха. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін міне 20 шақты мұғалім жиналып отырмыз. Қалғаны шетінен қосыла тұрар. Сіздерден рұқсат болса, мен бүгінгі практикалық вебинарымды бастасам. Микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар, дауыс жаңғырмай анық естіледі. Ал микрофондарыңыз қосылып тұрса, қазір менің не айтқаным түсініксіз болып қалады сіздерге. Бастай берсек болатын шығар, иә, әріптестер? Жақсы. Құрметті әріптестер, бүгінгі вебинардың сіздерге өткізуімнің мақсаты, біз осы уақытқа дейін БЖБ, ТЖБ-ны WhatsApp пен Telegram-мен алып жүрдік, иә? Оның бір жақсы жері, балалар толық WhatsApp-қа, Telegram-ға кіреді, ал ең қиналатын жеріміз өзіміз. Оны түн жарымға дейін тексереміз, біріншіден. Екіншіден, ол бала әртүрлі жазумен жазып жібереді. Оның үстіне дұрыс түсірмейді, анық түспейді соткадан. Сондықтан өзіміз көрмей қиналамыз. Осы мәселелерді ескере отырып, мен бүгін сіздерге онлайн мектепте БЖБ және ТЖБ құрастыру туралы өзімнің жаңа практикалық сабағымнан вебинар өткізуді жөн көрдім. Бұл ұсынысты әрине Бақытгүл Алексейқызы ұсынды. Ол кісіге үлкен рахмет. Осындай вебинар сабақтарды өткізу туралы ұсыныс тастағанына. Енді БЖБ, ТЖБ құрастырудың сіздерге нақты үлгісін көрсетейін қазір. Сіздерге көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Аха, онлайн мектептер шықты, иә? Аха. Өздеріңізге белгілі болғандай, онлайн мектепті ашқан кезде бірден осындай терезе шығады, иә? Әрқайсыларыңыздың өздеріңіздің жеке кабинеттеріңіз болады. Осы кабинеттің ішіндегі мектепті басқару деген бөліміне кірсеңіз, міне мынандай 4 терезе ашылады. Статистика, оқушылар, кесте, КТЖ деген. Сіздер БЖБ, ТЖБ құру үшін ең алдымен КТЖ бөліміне кіресіздер. КТЖ бөліміне кірген кезде сіздер өздеріңіз сабақ беретін сыныптар шығады. Міне, осының ішінен сіздер өздеріңіз таңдап аласыздар. Қай сыныпқа БЖБ, ТЖБ құрастырасыздар. Мысалы, мен 7-ші А сыныбына әдебиет пәні бойынша қазақ әдебиеті пәнінен ТЖБ құрастыруым керек. Енді өздеріңізге белгілі, біз кесте құрамыз алдын ала, ТЖБ-ны қай күні өткізетіміз туралы алдын ала оқу жөніндегі орынбасарларға кесте береміз. Сол кесте бойынша менде мамыр айының 20-сы күні ТЖБ болу керек екен. Оны өзгерту үшін ең алдымен міне қалам тұр ғой. Сол қаламның үстіне басасыздар да, ол жерде білімлен сабағы деп тұр. Сіздер ТЖБ деп өзгертесіздер. Келесі сабақты таңдаңыз деген жерге жаңа ТЖБ деп жазасыздар. Сол жерден өзі автоматически 4-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау деген шығады. Сабақтың тақырыбы деген жерде. Уақыты өзі қойылып тұр. Осыны сақтайсыздар. Міне сақтап қойдық. Біз алдымен КТЖ-ны өзгерттік, әріптестер. Міне КТЖ-да 20 мамыр күні менде ТЖБ 7-ші сыныпта. Енді мен кестеге ораламын. Себебі балалар кестеден көреді, ал кестеміз онлайн мектептің ішінде. Міне, кестеге оралдым. Енді 20 мамырға. Міне 20 мамырда міне кестеге түсіп тұр.
Бірақ өту деген жерді бассам, менде ешқандай тапсырма ештеңе жоқ. Мен не істеуім керек? Енді мен алдын ала дайындап алған, міне, біз білеміз осы уақытқа дейін жиынтық бағалау тапсырмаларын осы дайын келеді бізде, иә? Осыны ашып аласыздар да. Так, менің мынауым қалай жылжып кетті? Қайтадан онлайн мектепке кіреміз. Жиынтық бағалаудың ерекшелігін сұрайды бұл жерде. Бірінші басында жиынтық бағалаудың тақырыбы тұр, міне, оны өзгертпейсіздер, 490 деп шығады. Енді ерекшелігі не? Мына жерде мен дайындап қойғам. Жиынтық бағалаудың ерекшелігі. Дайын копировать етесіздер да, мында қоясыздар. Ерекшелігі не? Алдын ала ұсынылған бағалау шкаласы. Анық, айқындылығы, бағаның әділдігі, өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі. Осыдан кейін бұл мазмұнында тексерілетін мақсатқа өтесіз. Бұл жерде нөмір бірінші мақсат деп тұрады. Ал енді нөмір бірінші мақсат қайдан аламыз біз? Барлықтарыңызға белгілі, ТЖБ-да, міне мына жерде бірінші тапсырма беріледі. Осы тапсырманың қасында, бұл тапсырма 5 сұрақтан тұратын тест тапсырмалар, иә? Осы тапсырманың оқу мақсаты қасында тұр. Осыны көшіріп алып, нөмір бірінші мақсатқа қоямыз. Бұдан кейін ойлау дағдысының деңгейі деген бөлім бар. Осыны бассаңыз, білу және түсіну, қолдану, жоғарғы тәртіптегі дағдылар деген сөздер шығады. Осының ішінен сіз бірінші білім және түсінуді таңдайсыз. Міне, бірінші тапсырма бойынша тексерілетін мақсаты, ойлау деңгейінің дағдысы бітті. Енді бізге қосымша мақсат қоймайсыз бұл жерге. Бірден бөлімді қосу дегенді басасыз. Тексерілетін мақсаттың астында тұр. Ал енді бұл жердегі бөлімді қайдан аласыздар? Оқу мақсатының жанында міне дайын бөлімнің атауы тұр, иә? Осыны қоя саламыз да сақтаймыз. Бөлім қосылды. Мақсатымыз бар. Енді бізге тапсырма қосу керек. Тапсырманы қосқан кезде бұл жерде жаттығу түрлері шығады. Ашық жауаппен жаттығу, ашылмалы тізіммен жаттығу, бір дұрыс жауабы бар, бірнеше дұрыс жауабы бар, жұптау бар. Бізге керегі бір дұрыс жауабы бар жаттығу. Себебі қазақ әдебиеті пәнінен алғашқы 5 сұрақ ол тест сұрағы, иә? Енді біз аламыз да, мына жерде дайын тапсырманы енгіземіз. Бірінші сұрақ. Мұхтар Шаханов Нарынқұм зауалы шығармасы арқылы қандай идеяны негіздейді дейді. Бірінші сұрақты қойдық. Енді жауап нұсқасына келеміз. Жауап нұсқасы міне астында дайын тұр. Ешқандай қиындығы жоқ әріптестер. Тек копировать ставить етіп қойып шығасыздар. Келесі бөлімдерге жауап нұсқасын қосу деп баса бересіз астына. В нұсқасы. Көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп тұр. С нұсқасы. Тағы бір жауабын қосамыз. Бұл Д нұсқасы. Нұсқаларын қойып болдық. Осы жердегі дұрыс жауап екінші нұсқасы. Екінші нұсқасының тұсында, қате жауап дегенді бассаңыз, дұрыс жауабы берілген еді. Тек қана дұрыс жауапты ғана белгілейсіздер. Дұрыс жауапты белгілеп болғаннан кейін қосымша ақпарат дейді. Қосымша ақпаратқа сіздер көшіріп алып қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Мен енді ссылкасын қойып қояйын мына жерге. Кітап, аудио кітап бар, Нарынқұм зауалы деген Мұхтар Шахановтың аудио кітабының нұсқасын қойып қойдым. Енді мына жерге минутын енгіземіз. Бір сұраққа 1 минут жетеді. Иә? Ол тест қой белгілей салады. Ойланады да. Енді ең жоғарғы балл 1. Мақсатын таңдаймыз. Біз жаңа басында мақсатын белгілеп кеткенбіз. Дайын мақсат. Мақсатты таңдадық, уақытын қойдық, балын қойдық, қосымша ақпаратын енгіздік, нұсқаларын қойдық, дұрыс жауабын таңдадық, тапсырманың мәтінін енгіздік. Енді тапсырманың түрі
қысқа жауап дейміз. Өйткені бұл жерде бір дұрыс жауап қана белгіленеді. Енді сақтаймыз. Міне, сәтті, сіздің сабақ сәтті сақталды дейді. Осылай 5 нұсқаны да тура осындай жасап шығасыздар да. Келесі 6-шы тапсырма ғой. Бізде 5 сұрақ, онан кейін 6-шы тапсырма. Енді оны қалай істейміз? Қайтадан мақсатқа өтеміз. Мақсат, бағана бірінші мақсат қойдық қой. Оқу дағдысын, ойлау деңгейін қойды. Енді қайтадан мақсатқа қосамыз да. Келесі мақсат. Бұл жердегі біздің келесі мақсатымыз міне. Келесі 6-шы, 10-шы сұрақ аралығында. Сұрақтар беріледі, естеріңізде ме? Сол сұраққа бала 3-4 сөйлеммен жауап беру керек дейді. Міне, осы мақсатты мұнда қойып шығамыз. Енді бұл жерде ойлау деңгейі жоғарғы тәртіптегі дағдылар. Қолдану деңгейі ол эссе, мақалаға жазамыз. Міне, жоғарғы тәртіптегі дағдылар деді. Енді бұған бөлімді қосамыз. Бөлім атауы бізде жанында дайынды. Толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Бөлімді қостық. Сақтаймыз. Сақтап болғаннан кейін тапсырманы түрін таңдаған кезде ашық жауаппен жаттығу дегенді таңдайсыздар. Естеріңізде болсын, жаңа бір жауаппен таңдадыға, енді ашық жауаппен дегенді таңдайсыздар. Келесі, енді 6-шы сұраққа келеміз. 6-шы тапсырмаға келдік қой, жаңа 5-10 40 болдық дейік. Тапсырманы жазамыз. 3-4 сөйлеммен белгілеңіз дейді. Дұрыс жауап деген жерге шығармадан үзінді алып қойдым. Осы сұраққа сәйкес үзіндіні қоя салсаңыздар болады. Бұл дұрыс жауап тек қана сіздерге көрінеді, оқушыларға көрінбейді, әріптестер. Қосымша ақпаратты толтырудың да қажеті жоқ, ол тек қана мұғалімге көрінеді деп тұр. Енді минуты. Бұл жерде ары қарай жаңа 1 минуттан 5 сұраққа 5 минутымыз кетті ме? Енді әр сұраққа 4 сөйлемнен жазу керек болғандықтан бұған 3 минуттан қоямыз. Жоғарғы бал бұл жерде 1. Себебі бізде балымыз 15 балға қысқарып қалды ғой. Мына онлайн кезінде. Мақсат таңдаймыз. Міне, дайын мақсатымыз тұр. Жоғарғы жақтағы тапсырма түріне толық жауап деп белгілейсіздер. Толық жауап деп белгілейміз де, бұдан кейін сақтаймыз. Міне, сіздің сабағыңыз сәтті аяқталды деп тұр. Келесі 10-ға дейінгі тапсырманы бітірдік. Енді 11-ші тапсырма. Тағы бір мақсат қосамыз. Бұл мақсат ең соңғы мақсатымыз. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын мақала жазу. Осы мақсатты қоямыз. Ойлау дағдысының деңгейі бұл қолдану. Бөлімді қосамыз. Бөлімнің атауы жазбаша толық жауап ететін сұрақтар. Сақтаймыз. Тапсырманы қосамыз. Жаттығу түрін таңдаймыз. Бұл жерде де ашық жауаппен жаттығу. Себебі бұл жерде эссе жазады ғой бала. Бұл жерде 11-ші тапсырмамыз біздің. 11-ші тапсырмамыз. Мен тапсырмаларды оқымай жатырмын, сіздерге уақытты ұту үшін. Бұл жерде тәуелсізбін, танып тұрмын өзімді тақырыбында публицистикалық мақала жазыңыз дейді. Енді қосымша ақпаратқа міндетті түрде сіз мақаланың түрлерін қойып қойсаңыз болады. Бірақ бұл сізге ғана көрінеді, себебі тексеретін сіз болғандықтан. Бұл жерде мақалаға 20 минут береміз. Ең жоғарғы бал 5 бал ғой деймін. 5 бал. Мақсатымыз міне. Мақсатымызды қойдық. Тапсырманың түріне
толық жауап. Енді сақтаймыз. Тапсырма мәтінін тапсырма мәтіні дейді. Мен дұрыс жауапқа енгізіп қойдым. Дұрыс жауапқа мына мақаланың түрлерін қойсаңыз болады. Мына қосымшаға ештеңе жазбасаңыз да болады. Енді сақтайық. Сіздің сабағыңыз сәтті аяқталды дейді. Мен әзірше ТЖБ-ның алғашқы 5 сұрақтың біреуін құрдым. Одан кейінгі 6 мен 10 сұрақ аралығындағы, тапсырма аралығындағы біреуін құрдым. Оның ең соңындағы мақаланы ғана құрдым. Енді сақтап және жауап көрейік. Міне, жаңағы сіздің өзіңіздің жеке кабинетіңіз ашылады, иә? Соның ішінен БЖБ, ТЖБ деген бөлімге кіресіз. Мен мына жерде өзімнің БЖБ-ларымды құрып қойғам, олар тұр. Енді маған ТЖБ керек. ТЖБ пәнін мен әдебиеттен таңдадым. Сынып 7 сынып. Сұрыптау десек, міне менде шығып тұр. Міне 7-ші сыныпты да шығып тұр. Енді осы жерден міне қаламның суретін басып, сіздер өңдесеңіздер де болады ары қарай. Қате кеткен жерлеріңізді. Мына жерден көруге де болады. Міне. Сабақтың мазмұны тұр толық. Тапсырманың мәтіні тұр міне. Бірінші тапсырма, одан кейінгі варианттары жауабын көрсету дейік. Міне. Осыны оқушы белгілеп кеткеннен кейін, егер оқушы дұрыс белгілесе тапсырманы, көк түспен белгіленіп шығады жауабы. Ал егер оқушы қателессе, қызыл түспен белгіленеді. Жауабы сізге ғана көрініп тұрады, балаға көрінбейді. Міне. Бала мына жерге жазады. Мен ТЖБ-ның 3 тапсырмасын ғана құрап көрсеттім сіздерге уақыт үнемдеу үшін. Жалпы ТЖБ құрау бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Тексеретін кезде сіздер кестеге өтесіздер ғой. Кестеге өтіп, мына өту дегенді басқаннан кейін міне мониторинг деп тұрады. Осы мониторингке кірсеңіздер, мына жердегі сыныптағы балаларыңыздың түгел мына 3 ақ тапсырма құрап тұрмын ғой әзірше үлгі ретінде. Осы тапсырманы орындаған туралы белгілер тұрады. Осы жерден кіріп тексере саласыз. Одан кейін балаларға сенің жұмысың ертең айтамын, ертең кері байланыс беремін деген әңгіме болмайды. Бірден осы жерде тексеріп, бірден оқушыға балын жібере бересіз. Бұл ТЖБ бойынша. Маған сұрақтарыңыз бар ма? ТЖБ құрастыру бойынша сұрақтарыңыз бар ма маған, әріптестер? ТЖБ-ны меңгерсеңіздер, БЖБ-ны құрау өте жеңіл. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда мен сіздерге мына БЖБ, ТЖБ-ның тағы бір жақсы жерін айтып кетейін. Мысалы, арамызда орта жастағы, пенсия жасына жақындап қалған ұстаздарымыз бар, әріптестеріміз бар, иә? Ол кісілер компьютерді меңгеру жағынан кішкене қиналатын болса, ол кісілер былай істесе де болады. Мысалы, мен БЖБ-ны құрадым. Менде міне бірнеше барлық сыныптарым бойынша БЖБ құралып тұр. Енді осыны менің БЖБ-мды сіздер көшіріп алып, өздеріңіздің сыныптағы балаларыңызға пайдалансаңыздар болады. Бірақ ол үшін алдымен оқып көрулеріңіз керек. Ол үшін сіздер мына БЖБ жинағына енесіздер да, пән таңдайсыздар. Мысалы, қазақ тілі, ауданыңыз таңдайсыз, Алматы облысы, облыс таңдайсыз. Сынып таңдайсыз, мысалға 5-ші сынып дейін, оқыту тілі қазақша, 4-90, сабақ түрі БЖБ. Егер БЖБ керек болса, міне,
Осы жерде сіздерге бүкіл Алматы облысы бойынша мұғалімдердің құраған БЖБ-лары дайын шығады. Ұнаған БЖБ-ны мына жерден аласыздар да жүктейсіздер. Ең астында мына стрелка тұр ғой, соны бассаңыздар, келесі бетте БЖБ-ны өзіме жүктеу деген сөз шығады. Осыны бассаңыздар, әрі қарай өздеріңіздің парақшаларыңызға түседі. Онлайн мектеп парақшасына түседі. Сол жерден әрі қарай балаларға жібере беруіңізге болады. Микрофондарыңызды қосып, сұрақ болса маған сұрақтарыңызды қойсаңыздар. Бәрі түсінікті, Жұмагазина, рахмет. Түсініп жатырмыз. Мен енді запись жазып жатырмын. Мына қолданбаған мұғалімдер болса, қосымша өңдеп жіберемін. Енді мен ең кішкене күрделілеусін көрсеттім, ТЖБ. Ал БЖБ бұдан да оңай, БЖБ-ны құрау. БЖБ-ны бірден де құрап тастайсыздар. Сұрақтарыңыз жоқ болса, менің айтайын дегенім осы. Толық түсінікті болды ма? Құрметті әріптестер, сіздер маған айтсаңыздар. Видеоны ортақ чатқа жіберейін. Қазақ тілі пәніне мұғалімдерін арналған чат бар ғой, сол жерге. Мына жерде мен чатты оқымақпын ғой. Видеосын жіберемін. Түсінікті болса, сіздерге үлкен рахмет, уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңызға. Қуаныштымын сіздермен осындай тәжірибемді бөліскеніме. Үлкен рахмет. Мен видеоны өңдеп сіздерге жіберем. Одан кейін қосымша, балаларым осы БЖБ-ны орындап біткеннен кейін, БЖБ-ны қалай тексердім, соны жіберейін. Сіздер оған дейін мына менің видеома қарап, БЖБ-ны құрастырып алыңыздар. Уже БЖБ басталады ғой, мына мамыр айының басынан бастап. Онан кейін ары қарай ақырындап ТЖБ құрастырасыздар. Егер ТЖБ құрастыру қиын болып жатса, жаңағындай мен айтқан үлгіде өзіміздің облыстың, өзіміздің ауданның мұғалімдерінің жасаған ТЖБ-ларын өздеріңізге көшіріп алып жасауға болады. Өңдеуге болады. Видеомды жіберем. Ол чатта жоқсыз. 8-707-871-6602 менің нөмірім жазып алыңыздаршы. Егер жоқ болсаңыздар, маған шығыңыздар, одан кейін мен сіздерге жіберейін. Егер чатта жоқ болсаңыздар. 8-707 8-707 871 6602. Назира. Рахмет көп. Жақсы. Видео болса жібересіз ба? Видео жіберем. Жақсы. Видео жіберем, өйткені мен видеоға түсіріп жатырмын. 8-707 871 6602. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Назира, жұмысыңа сәттілік тілеймін. Осы бағанадан бері көрсетіп жатқан БЖБ, ТЖБ-ны жолдау туралы видеоңды әрбір жоқ бағана аудандық чатқа жіберсеңіз. Жіберем. Көп рахмет. Табыс тілеймін. Рахмет сіздерге. Көріп қаласың, Жанар. Рахмет, Жанар.